Cәлем, достар. Ужас. Как будто бы андай актрисалар ұқсап. Cәлем, достар. Cәлем, Роза. Қалдарың қалай? Қалдарым жақсы. Cәлем. Глазгоға жаңа жыл келіп болды. Жаңа жылдың иісін сезініп жатырмыз. Біз қазір Назым қайдасың? Міне. Назым құрбым екеуміз осы орталық алаңға келіп, Джордж алаңына келіп, осы жердегі әдемі көріністі көруге келгенбіз. Мінекей мынандай карусельді қыстың күні құрып қойыпты, бірақ дәл қазір ол істеп тұрған жоқ. Келе жатқан жаңа жылдық көңіл күйді сыйлаған үшін не айтып тұрмын мен? One big group. Oh. Shakespeare is the playwright, British, very famous author, and he actually never mentions the word Christmas in his plays ever. Бұл Рождествоға арналған шоколад күнтізбе. Әр күн сайын бір бетті ашып, сол күннің шоколадын жеуге болады. Мысалға, бүгін 6 желтоқсан деген шоколадты ашып жейік. Бұл менікі емес, бұл Назымдікі. Міне, 6 деген күннен осы шоколад шықты. Мына шоколад. Мына шоколад. Мына шоколад. Осын аламыз ба, или? Жоқ, мен алдым кеше. Жек көргенсің, мынау жақсы. Я, бірақ бұл изюмен емес па? Изюминка бар. Мынау кішкентай, мынау тек қана орехпен. Мынау екен бар. Біз өзімізге мынаны береміз. Мынау өзімізге снес, оны қашан жейміз сосын? Қазір барамыз. Қазір? Табылады ғой уақыт. Қазір шоколад жейім деп тұрған қыз. Мә, шашым бере аламапты. Айрым бро? Сок алайық та, сок. Мен өзім пайнапл жюс жақсы көремін. Біреу болады. Бұл не? Шоколад. Вау! 14.90, 15 паунд қой мынау.
Танысып қойыңыздар, мынау менің Глазгодағы үйім. Арнайы маған арнап салынып жатқан үй. Қазір ішінде анау жарықтар жанып тұр, себебі менің үй күтушілерім үйді тазалап жат. Окей. Lovely. Coffee or water there, and anything you want. We hope you like pineapple juice. Oh, thank you so much. That's really nice. How are you? I'm good. I'm a bit tired. Is it your house? This one is my house. Біз бүгін тәтті нәрселер пісіруге келдік. Ребекканың үйіне. Ребекка ол Германияның тумасы. Осы жақта білім алып жатыр. Біз онымен активитеде танысқанбыз. Мына қыздың аты Назым, бұл қыз Қазақстаннан. Мен ол қызды танымаймын. Like, take jewelry off and just like mash it till it's like a dough. And I don't have scales or anything. We don't have a compost. Just here, yeah, with my Yeah, hand. just go for it. Okay. Is it okay? Yeah, that looks good. Yeah. Were made by my flatmate. The decoration was made by my flatmate and her friends and me and Alex. Yeah. The ones who look crazy are made by Alex. Like, Let me get like this one. No? I mean, Germans usually do that, but Which part of Germany is that? southwest. Oh, there's a dog here. Let's go there. And it often ended up being in Dubai because there's like so many hotels. So I spent a lot of my life in Dubai going back and forth. Dubai's quite a cool place too. Sorry? Have you made it before? I became a Christian in Dubai. No, Like, I've never decorated I had the before. best church to be way more implicated in church and just enjoy it on holiday, basically. Like, all the time now, Alex and I were starting to prepare to get married. We'd go to a registry office, let's say, for example, in Germany, and they would ask. It means like Happy wedding? Yeah. Or it just means like very. So. Қайсысымен әдемілең? Like he has two daughters. One of them lives in Edinburgh now. Internship in law. The other one is a nurse. But I had. Take the one inside this one. Yeah, sorry, it's not burnt. Thank you. Және кішкене сорпашка.